Қайырлы күн, бүгін мен сіздермен осындай биік болып шығатын оладьилердің рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа, қант, тұз және өз қалауларыңызша ванилин қоссаңыздар болады. Барлығын қосып араластырамыз. Үй температурасында тұрған жылы айран, оның артынан соданы қосып араластырамыз. Лектен өткізілген ұнды бәрін бірден емес, 5-6 бөлікке бөле отырып қосамыз. Ұнды қасықпен немесе венчикпен араластыру керек. Миксермен араластыратын болсақ, оладьилеріміз биік болып шықпауы мүмкін. Он 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 15 минут өткен соң дайын болған қамырды мүлде араластыруға болмайды, бірден пісіріп алу қажет. Қызып тұрған табаға оладьилерді салып пісіріп аламыз. Екінші жағын аударып, 1-2 минут пісіріп аламыз. Ыдысымызға салфетканы төсеп, соның үстіне оладьилерді қоямыз. Осымен біздің өте жұмсақ әрі биік болып шығатын оладьилеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.